X-Factor мега жобасының гранд-финалисті Мирхат Канафиянов. Начальник эстрадно-танцевального отделения. Спорт, стиль жизни. 4 диплом бар. Шын айтсам менде кумир жоқ. Аллаға шүкір, қазір 2 әнім бар авторлық. Мало ли что ты хочешь дейді. Yo no estás más a mi lado, corazón. Армысыздар, бүгінгі біздің каналдың көрермендері. Сіздермен бірге сол подкаст және де бүгінгі шығарылым жүргізушісі мен Қанатбек Диана. Біздің талқылайтын өте қызық тақырыптардың бірі музыка, және де бүгін бізді шығарылымға арнайы қонақ шақырып едік. X-Factor мега жобасының гранд-финалисті Мирхат Канафиянов. Сәлем, қалайсыңдар? Қалыңыз қалай, көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күй өте керемет, рахмет, бәрі жақсы. Біздің көрермендерді өзіңізді бір ауыз сөз таныстырып кетсеңіз. Есім Мирхат Канафиянов болады. Осы X-Factor 9 маусым жобасының гранд-финалистімін. Жалпы сіздің енді 500 адам ішінен үздік топ 3-ке кіріп... 500 емес, 2000 адам болды. 2000 болды ма? 2000 болды басында. Ондан іріктеліп 500 болды. Сол 500-ден ары қарай сөйтіп мен енді бірінші турына барғанда, когда жюридің алдына шығарынан бұрын мен видео жіберген болатын осы семейде. Өзім гарнизондық офицер үйінде қызмет етем. Сол жерде сахнамда видео түсіріп, ән айтып жіберген болатын. Олар ұнатып, одан кейін маған айтты, тағы бір видео жіберіңізші дейді. Ол қызық болды. Тойда жүргім, семейде. Өзі енді той қазақтың қазынасы дейді ғой, сонда тойда жүргенде маған звондады. Басқа тілде өлең айта аласыз ба деп. Мен қазақша ән жіберген болатын. Соны мен айттым, айта аламын, жіберіңізші деді. Осы бірінші турдағы айтқан өлеңді жібердім, Historia de un amorды. Соны сол әнді ұнатып шақырған болатын олар. Жалпы енді байқадық, сіздің көбінесе турларыңызда ағылшынша өлеңдер, немесе тағы да басқа тілдерде өлең айтады екенсіз. Жалпы басқа тілдерге деген қарым-қатынас қандай? Енді мен бұрын бұл әндерді, мен енді бұл салада өте бұрыннан келе жатырмын. 2005 жылдан бастап мен колледж оқығанда, 2004 жылы электротех колледжінде оқып жүргенде мен сонда бастағым. Түркше өлеңнен Тутамас, Азар, одан кейін тағы жақсы әндер, Азонның орынды Альфи деген секілді әндерін сол кезде уже. Бірақ менде слух, білмеймін енді енді мақтан отырған жоқ, но бірақ мен тыңдап жаттайтын ағылшынша өлеңдер. Мен андай сөзін қарамайтын никогда. Былай тыңдай берем, уже сонымен тілім жаттығатын. Каждую строчку изучал, например. Бір строчка, например, Yo no estás más a mi lado, corazón. Болса, например, сон каждый так Yo no estás. Сол өзім тілім жаттыр. Сөйтіп өзім жаттықтыртатын болдым. Но X-Factorға қатысқанда уже ең қызығы ол жерде ағылшынша өлең көп берді, рас. Әйел адамның әндерін берді. Skyfall айттым, например. Это очень тяжело. Өте ауыр өлең болды мен үшін. Мен басында неме өлең айтпаймын деп, мен оны менсінбей басында қызық болған. Сөйтсем бұл өте керемет әндердің бірі екен. Өзім айта бере бастағанда, сол кезде уже әнді түсіне бастадым да, одан кейін ана әнді тоже ұнатып қалдым. Бірақ X-Factorда менің үйретуші тәлімгер мұғалімім болды, вокальный продюсерім Бек Оралбеков деген. Ол Айжан Нұрмағамбетованың немесі, қазіргі қасында жүретін вокальный продюсері. Сол ағамыз заставлял меня так шығарып бетке, каждый строчканы кәдімгі ағылшынша оқуға барғаны. Олай мен енді ондайға үйренбегем, но пришлось, өйткені бұл үлкен жоба болғаннан кейін бұны тек қана қазақ емес, басқа жақтардан да көреді, шет елдерден. Ертең позор болып тұрмайды. Сондықтан да пришлось учить, сөйтіп жақсы болды, өте керемет. Үлкен тәжірибе болды да мен үшін ол. Жалпы сіздің музыкаға деген құлшынысыңыз қай уақытта? Бала кезімнен өлең айтамын мен. 5 жасымнан әке-шешеміз бұрын естіп үйде отырыстар болады ғой, әке-шешеміз сол кезде бүйтіп столға шартқыз қойып бізді өлең айтқызатын ағам екенсізге, біз оларға киім ауыстырып, өзімізше пиджак киіп, үлкен болса да киіп алып, әке-шешемізге неме көрсететін болатын, концерт көрсететім сол кезде. Бізде кішкентай кезімізде бізді ауылда қонаққа барғанда жазда барлық көршілер жиналып концертті 50 теңгеден кіргізіп сол істейтінбіз. Бізге кәмпит беретін, соған риза болып кететінбіз. Онда ақшалай болған жоқ енді. Жалпы сіздің музыкалық, былай айтқанда, образованиеңіз бар ма? Жоқ, мен таза самоучкам. Менде 4 диплом бар, Аллаға шүкір, бірақ менде музыкальный образование жоқ. Жалпы сіздің енді әскери қызметкерсіз ғой. Осы әскери қызмет жолын таңдаудың не себеп болды, не түрткі болды? Мен енді әскери қызметші болғанда, мен әскери қызметшілердің әншісімін.
гарнизондық офицерлер үйінде қызмет етем. Вот сол жерде мен начальник эстрадно-танцевального отделения вокалист деген должностьтамын. Әнші мына шығыс өңірлік қолбасшылығының единственный вокалистімін ғой, былайша айтқанда, среди военных. Қол астында 6 қызым бар, биші қыздар, которые тоже военнослужащие, ефрейтор қыздарым бар, менің 6 қызым бар. Сол мен енді себепші болған, өмірі ойлаған жоқпын әскери қызметкер болам деп. Аяқ астынан өстіп Естай деген досым бар, осы Семей Лұқпанов Тамада, может білесіздер. Сол досым бізде кастинг жүріп отыр, келсеші деп мен шақырған болатын. Сол кастингына келіп, целый генералдың өзі кастинг өткізіп, қабылдап, жұмысқа кіргізген болатын. И последующий, одан кейін командующийіміз ауысады да, бір Қашағанов, генерал-майор Қашағанов Нұрлан Мұсаханович деген командующий келеді. Сол кісі енді анда-мында концерттерде өлін айтып жүремін үнемі. Соны всегда қарайды да, айтады, неге сен призваться етпейсің деп. Мен ол кезде жай случай болып жүргем. Соң маған айтты, давай мен сен призвать етемін бауырым. Ертең квартираны аласың, үй аласың, жақсы емес пе өзіңе деп маған. Соны бүйтіп ар ойлап, бер ойлап, үйіме келіп, енді әйелім бар ғой, әйеліммен ақылдасып. Соны айтады, кірсең кіріп келсейші, көрейік дейді да, енді. Попробуй енді. Соны кірдім, призваться еттім, Аллаға шүкір, бәлем жыл міне 5-6 жылдың көлемі болды әскери қызметші болып жүргеніме. Жалпы сіз прослушиваниеде бір қызықты факт айтып кеттіңіз. Сіз өлең айтып жатқанда сіздің әйеліңіз роддомда босанып жатты дедіңіз, иә? Ол да қызық. Енді былай болды ғой, мен енді кастингтің уақытын айтты маған, осы күні келесіз сағат 9-да деді. Мен все, мен үйден ағам бар, туған Мақсат деген. Екеуміз жолға шығып баратқанда, мені үйден келіп алып кетіп, екеуміз машинамен жолға шығып баратқанда, әйелімді больницаға кетіп барады. Сон жол бойы алаңдап кетіп баратырмын. Әй, босан қалама, артқа айланып. Сол кезде әйелімнің бір ақылдылығы, мен кетіп баратқанда, мен қалам дедім, жарайды, бармақ қойын деп. Жұбайым тұрды, жоқ қойшы, жаным бар, сен бағыңды байламаш, может сен бұл қазір сенің атағыңды шығарады деп. Сөйтіп бір андай өзінің шын ниетімен жіберген болатын. Сөйтіп больницаға жатты. Мен пока бірінші турдан өттім. Одан кейін бірінші турдан өткенде звондадым, оны эфирден бәрін көрсетті ғой. Әлі босанған жоқ. Тікелей эфир болды ма? Иә, тікелей болды. Сонда екінші турға дейін санасақ бір 4 күн уақыт бар екен де. Соны ағам айтты, мен түнделетіп, кастингтан кейін сразу екенбіз қайтадан машинаға отырдық та, Семейге қайтадан келдік. Соны осында келдім, бір күннен кейін жұбайым босанды. Қызды болдым, Камила деген дочам бар. Сіздің 2 қызыңыз, 1 ұлыңыз бар, иә? Иә, 2 қызым, 1 ұлым бар. Аллаға шүкір. Жалпы сіздің Инстаграм аккаунтыңызда бір қызықты нәрсені байқап қалдым, Асаба деп. Сонда тамадалық жұмыстап қарасыз. Иә, той жүргізем. Қазақтан айтып тұрмын, қазақтың қазынасы ғой. Той жүргізем, 2 тілде, қазақша, орысша. Мен көбінесе қазақша жүргізем. Енді жалпы бұл бәрін бірге алып жүрген қиын емес пе сізге? Музыка жоқ, түк қиындығы жоқ. Андай адамдар болады ғой, қатты, ой, ананы істей алмаймын, ананы істей алмаймын. Менде ондай жоқ. Всегда только вперед. Болды. Это мой девиз. Жалпы біздің мектепте музыкант балалар шынымен де көп, бірақ та сізге бір көбінесе ой, музыкада жалпы мен болашағым бола ма деген сұрақтар пайда болады да. Сізге бір айтатын бір мүмкін кеңесіңіз бар шығар оларға? Енді бәрі адамның өзіне байланысты ғой. Істеймін десе істейді. А егер жоқ, андай, где всегда конкуренция много, сол жерге наоборот тырмысу керек қой. Значит, это востребовано, халыққа ол керек деген сөз. Например, көп андай, даже элементарный әнді айтпасаң да, магазин көп қой. Бәрі айтады, ой, мен магазин ашпаймын, магазин көп дейді. Сол секілді әншілер көп, мен әнші болмаймын деп, мен анау боламын деген секілді. Наоборот, конкуренция бар жерге тырысу керек. Бірақ өнердің жолы ауыр жол. Онда қызғаныш та болады, онда көреалмаушылық та болады. Қасыңда сенімен дос болып жүріп, бетің қарап күліп, іштей жаман тілеп жүретін адамдар да болады деген секілді. Сондықтан да өнердің жолы өте ауыр. Сынбау керек, тек қана алға ғой, болды. Өзің алға қойған целіңе добиваться ету керек қой. Мен, например, өмір ойлаған жоқпын осы X-Factor'дың. Бұрын мен Суперстар KZ-тен бастап бұны көрем. Бұның продюсерлықтары полностью сол бұрынғы Суперстарда болған кісілер қазір X-Factor болып кетті бұл кейіннен. Көріңіз, Суперстар жоқ болып кеткеннен кейін X-Factor ашылды резко. И соны мен өмір ойлаған жоқпын осылай гранд финалына дейін жетеді. Мен секілді военный әншіге дипломы жоқ, тәжірибесі жоқ, андай үлкен сахнаға прямой эфирға шығып көрмеген адамға бұл үлкен сабақ болды мен үшін даже. Ойлаған жоқпын осындай 34 жасымда сондайға өтем деп. Күштік. Тағы да бір сұрағым бар еді.
сіз жалпы прослушиваниеден алдында 1 минутта болады ғой, Иә. приветствие деген сияқты. Сол кезде Абай атамыздың сөзімен бастапсыз. Иә. Әдебиетке деген құлшынысыңыз жалпы қандай? Енді той жүргеннен кейін енді кішкене енді қазақтың анда қара жалпақ тілімен айтқанда енді Абай облысынан келіп тұрғаннан кейін ойладым, Абай атамыздың сөзін айтсақ бұл өте керемет болады деп. Өзім жүрегімнің қалауы солай болды. Ол жерде бәрі спонтанно болады да, андай жоқ, прям вот саған айтады, неме айтасың, дайындал деп алып келеді, сен все чүк тарс ана жерде ұқпай қаласың не болған. И сол моментте ты должен показать себе. Видите, ол андай көрсете алмай қалсаң, оларға да шоу керек қой, бұл да шоу ғой негізі. Шоу болғаннан кейін бұларға андай не мучачо дейді ғой, сөйлемейтін, ондай момақай бала болса, олар қарап қызықсыз деуші еді, например. Менің историям да әдемі болды, әйелім болсаң қал жатты. Даже бір эфирдің біреуінде 28 январь күні прям суббота болды, мен прямой эфирда сахнада тұрдым, менің туған күнім болды, 34-ке толдым. Вообще күшті болды, это никогда не забуду. Харизмасы мықты кісілер керек дейсіз. Жоқ, не только, там ондай қарамайды ғой. Ол жерде ең басты мақсат дауыс қой, даусың болмаса ол харизмаң 1000 жерден асып тұрса, ана жерде түк істей алмайсың ғой ана жерде. Жалпы сіз енді X-Factor'дан басқа жобаларға қатыстыңыз ба? 2016 жылы Жас қанат байқауына қатысқам, республикалық ән байқауы, бұрынғы Азия дауысы. Ол жерден бүкіл жұлдыздар өткен болатын. Онда ол менің ең бірінші конкурсым. Өмір конкурсқа қатысып көрмегем. И соңын осы семейіміздің жігіті Нұрлан Балапанов деген, Нұрбол Балапанов біздің өзім құрдасым, сол жеңімпаз атанған болатын. Соған звондап мен қатысайын деп едім, бір интерес құрдым да, маған айтты, осылай нөмірін берейін, звондап көр деді. Марқұм болып кетті, ол кісілер енді Бас Пономарев деген режиссердің нөмірін берді, мен ол кісіге звондадым, я говорю, здравствуйте, говорю, меня зовут Мирхат, я хочу участвовать в вашем конкурсе Жас қанат деймін ғой. Она, кстати, мало ли что ты хочешь дейді. И соңын тұрдым да айттым енді. Енді әнім жіберейін, тыңдап көріңіз деп едім, маған по почте отправля, почтамен жүрген көп қой. Соны Алматыда екен олардың неме редакциясы. Соны мен ағам тұрады, сонда әкемнің туған бауыры Ербол ағам. Сол братанға звондадым да айттым, ағатай, осы дискмен фото, портфолио жіберем, лично в руки апарып беріңізші ана кісіге деп. Апарып бердім, одан кейін бір ай уақыт өтті, вообще звонок жоқ. Ойладым, өтпеген шығармын деп. Соны бір күні звондап тұр, таң атпай, таңғы 8-де звондайды ғой, адам деген ұйықтап отса, тойдан кеп десең. И соны звондайды, осылай деп, я вам звонил, я говорю, а что вы ко мне звонили деймін, ана кісіге тұрып. Ну, поздравляю, ты прошел дейді, ана жерде өзім таң қалдым, енді тоже енді легендалар өткен жер ғой, жерде. Сәкен Майғазиев, там Нұрлан Көкеев, там ыңғай жұлдыздардың бүкілі өткен, Димаш Құдайберген бір жыл бұрын ғана жеңімпаз атанған болатын, сол именно немеде Жас қанаттан сол. Содан кейінгі жылы мен қатыстым. Өте керемет болды. Сол жылдары Димашпен де таныстық, кеп концертке қонақ болып өлең айтты. Өте керемет. Осы бірінші конкурсым ол менің. Одан кейін әскери қызметке кіргеннен бастап жылда біз Сарбаз сахнасы бұрын Жасұлан әскери әндер фестивалі болады жылда, соған қатысатымыз. Бірақ жылда біз әрбір адамға орын бермейді, общий команданы біз всегда гран-при алып келетіміз. Республикалық па? Иә, өзіміз әскери қызметкерлердің арасында среди органов, сотрудников жарыс Жасұлан әскери әндер фестивалі. Соған қатысып, жылда гран-при алатымыз біздің. Шығыс өнер қолбасшылығы, өнерпаздары өте мықты. Бізде оркестр да мықты, бізде фольклорный ансамбль номер 1 по Казахстану среди военных. Өйткені онда керемет андай профессионалдар істейді да. Қазір бәрі пенсияда, көп, бірақ пенсионер болса да әлі өзіміздің ортамызда аға әпкелеріміз. Одан кейін Семейде конкурс өтті, международный алтын самұрық. Сол жерден бірінші орын иегер алдым. Енді бас жүлде берген жоқ, бас жүлдені бір тағы да білесіздер ғой, бізде андай маған беріп қойса аналар қызға сонда бірінші орын берді. Сол жерде бірінші орын алған болатын алтын самұрық международный конкурстан. Одан кейін енді аяқ астынан өйстіп X-Factor'дың рекламасын көріп қатысып көрейік деп енді бағымсына көрдік, Аллаға шүкір. Мен секілді енді андай профессиональный емес әншіге гранд финалға жету деген үлкен жетістік қой. Үлкен сабақ. Қазақстан дауысына барамын деген ойыңыз бар ма? Шақырды биыл. Барған жоқпын. Не себеп болды? Шынымды айтсам, X-Factor'дан кейін кішкене тағы кет қалам бәлән-бәйға. И так қанша уақыт үйде болған жоқпын семьямен. Сондықтан кешірім сұрадым. Мен қатыса алмаймын. Себебі осы жағдайым болмай тұр деп. Негізі шақырған болатын олар. Олар біздің биылғы финалға өткен көбін шақырды.
Қазақстан дауысына именно біздің балалардың көбі ана финалына дейін жетіп уже енді Инстаграм, ТикТоктан көріп отырмыз бауырларымыз мен қатысқан, бірге қатысқан бәрі финалында жүр. Соны ойладым, қайтадан барам, қазір қайтадан сол балалар не қызық. Алла қаласа келесі жылдары көреміз. Кішкене бір демалып алайық. Уақыт керек. Жалпы отбасыңыздағы балаларыңыз әншілікке жақын ба, сізден көріп? Жақын. Ұлым да, қызым да әнді жақсы айтады. Қызым домбыраға қатысады. Ұлым прям ана өлеңді сразу жаттап алады, бүйтіп бар ғой. Слухачы. Уже мен өзімде де солай болғаннан кейін мен енді арған шығар деп ойлаймын, өйткені мен әйелім вообще өлең айтпайды. Ол банктың қызметкері ол кісі. Соны балаларына қызым да ұлым да маған тартқан, өлең айтады, екеуі де. Кішкентай қызым, қазір 1,5 жас болды, оның өзі андай уже біраз кішкене уже есть, вырабатывается у него уже сондай бір слухы андай. Жалпы мысалы өнер жолына түскенде ата-ананың рөлі үлкен атқарады. Мысалы мен нағашыларым ылғи өлең айтатын кісілер болса, әкем туыстар жағы инструментке жақын. Сіздерде солай болды ма? Бізде енді менің әке-шешем енді ән өлеңге вообще жоқ ол кісілер. Біз әкемнің туған апайы бар, Сандуғаш әпкеміз. Сол біздің кіндік мамамыз. Біз сол кісіге тартқанбыз. Сол кісі өлеңді күшті айтады. Менің ағам да туған ағам Мақсат, мен де кіндік мамамыз сол кісі. Сол кісіге тартқанбыз. Ағам да менің туған ағам да өлең айтады жақсы. Ол кісі де музыкаға жақын ба? Жақын, бірақ ол кісі қазір енді басқа қызметте, но бірақ кезінде біз осы Семейде 2004-3 жылдары осы Кабакта бастаған музыка. Мен 2005 жылы остров бар ғой, біздің полковничий, сол жерде музыканттық өмірімді бастаған болатын. Жалпы Семейденсіз ғой, Аягөздікін мен. Аягөздікі? Аягөзде туғам, бірақ 91 жылы әке-шешем осы Семейге көшіп келді, содан бері Семейде тұрам, мектеп бәрін осы Семейде бітіргем. Жалпы сіз қай колледжде оқыдыңыз, сонда? Мен енді айтып тұрмын, 4 диплом бар. Мен осы 9 бітіргеннен кейін енді ол кезде ЕНТ деген ауыр болды ғой, соны қойшы деп. Сабақта да қатты оқыған жоқпыз, шыны керек. Содан кейін қой деп электротехнический колледжде оқыдым 2004-2007 жылы. Одан кейін колледж бітіргеннен кейін Семейімізде Семей Орман деген білесіздер ғой, сонда қызмет еттім. Сонда лесник болғым келді, лесной инспектор. Соны бардым да пушмекқа түстім. Как раз еще бір қызық, әкем екеуміз бірге түстік. Әкемізбен бірге түстік, бат екеуміз бірге сокурсник болып оқушы. Заочно оқыдық ол кезде. Заочно оқыдық. Соны Пушно-Меховой колледждің антиэрсмех. Қазір аты өзгеріп кетті ғой деймін. Казпотребсоюз бірдеңке деп. Бірақ бұрынғы Пушно-Меховойдың мастер леса деген оқуын бітірдім. И сол 2 диплом болды. Содан кейін әскери қызметке кірдім. Офицер алғым келді. Енді қараймын, офицерлер күшті жылызбен блатный жүреді. Ойлайтын, мен де офицер болайыншы осы немен, бағым сынап көрейін деп, сол Пушно-Меховойдың дипломмен высшыға бардым, Казгюаға. Маған айтты, сіздің факультеті келмейді, сізге юридический колледж керек деді. Тағы бардым, 3-ші колледжде оқыдым. Заочно. Өмір бойы оқыдым. Соны айтам, век живи, век учись деп. Содан кейін бардым, тағы колледжін оқып алдым. Юридическийдің колледжін алдым да, соң келесі жылы Казгюаға түстім. Қазір Әлихан Бөкейхан университеті оқыды. Соны Әлихан Бөкейханның высшыйын алдым. Уже одан кейін өнерге кеткеннен кейін уже офицерді алғым келмей қалды. Желанием болмай қалды кәдімгі. Көз қарасымды өзгерді. Сіз неше жасқа дейін оқыдыңыз? Осы енді 2 жыл болды ғой дипломды алғаныма. Почти полностью өмір бойы. Заочно ғой бәрі. Сонда да еңбек қой бұл, енді қанша диплом алған деген. Тырыстық енді барынша. Енді сол высший бәрінде айтты, бір жағынан мынандай ойда болды, бәрінде осы кімнен сұрамайсың, высший образованиясы бар. Соң ойладым, қойшы, мен де алып өтші, высшийді офицер алғанға керек болады ерден деп. Аллаға шүкір, онда оқып алдық. Сізде жалпы енді бұлай толығымен өнерге кетіп қалу деген ой болған жоқ па? Енді қазір сондай мақсатпен жүрмін. Қазір Алматыға, Астанаға үлкен концерттерге шақырады уже. Аллаға шүкір, қазір 2 әнім бар авторлық. Тағдырыма деген әнім бар. Бірінші әнім ол. Бұл әннің мағынасы мен жеңбесем де мен алдыға келе жатырмын деген. Сондай ән шыққан болатын мен бірінші әнім. Одан кейін екінші әнім шықты, міне осы таяуда бір айдың көлемінде тәтті қылығың деген. Кішкентай қызыма арнап жазылған ән болатын, негізі тәтті қылығың деп. Но оған почему-то әнімнің сөздері махаббатты көп кетті де. Әйеліңізге арнап кетті. Соны әйеліме кетіп қалды. Негізі басында
қызыма арнап жазылған. Әнде сөзінде өзіңіз жазасыз ба? Жоқ, енді ондай қабілетім жоқ, мен просто могу өзіме андай ойлап придумывать. Іште ойлаймын, мынандай бір ән шықса ғой деп. Қазір қарайсың, енді жастардың талғамы бөлек қой. Соның бірінші әнім, например, өте ауыр ән болып кетті, как Skyfall секілді. Мотиві сондай ауыр өлең да. Екінші әнді ойладым, бір даусымды айғайлап осы көрсете бермей қойшы, оны елдер уже көріп алған X Factor'дан деп ойлаймын. Жай ән жаздым, уже жай болғанда, андай подвижный, более молодежный. Жақсы да, андай площадьтарға шыққанда да өз әніңді орындап тұрсаң. Тойларда өз әніңізді орындайсыз ба? Обязательно ғой. Ол енді как реклама ғой. Өзің әніңді орындап тұрсаң, ол любой адам көреді, айтады. Жалпы әнді кім жазып берді сізге? Бірінші әнімді бағана айтып отырмын, X Factor'да вокальный продюсерім болған Бек Оралбеков. Сол ағамызбен әлгідей хабарласып, жақсы қарым-қатынастамыз ағамызбен. Сол ағам сол әнді ұсынған болатын маған. Осы ән, міне мынандай ән бар, саған күшті келіп тұр, кішкене сөзін өзгертіп жіберейік та, давай шығарып жіберейік деп. Все, айттым, ағатай, давай кеттік. Сол әнді жазып шығарған болатынбыз. Тағдырыма деген. Жалпы ол YouTube площадкасында бар, Мерхат компания, бірақ андай клип түсірген жоқпын енді. Алла қазір енді екі әнім бар, алғашқы енді. Сол екі әнге де клип бұйырса, енді жазда түсірмесең, қазір қыстың кезінде фонда сүйкімсіз деген секілді. Соны біраз кішкене уақыт керек, жазамыз. YouTube каналға дұрыстап клипімізбен бірге салды. Басқа қалаға көшу деген ой болған жоқ па сізде негізі? Өнер жолын ашқанға. Мені Алматыға шақырып отыр. Постоянно Алматыға бар. Мен бір айда 4 рет жол жүрем Алматыға. Постоянно. Соны ойлап жүрміз өзімізде де, сол Алматы жаққа барып кішкене сол өнер жолын ары қарай жалғастырсам ба деген ниеттемін. Әлемдік аренаға шыққыңыз келмей ме? Мысалы бізде қанша СНГ бойынша болып жатыр ғой конкурстар. Әрине, оғанда құштарлығым мол, желанием да мол, қатысқым келеді, өйткені ол жақта бөлек та, атмосфера бөлек, ол жақта бәрі шынайы. Көп адамдардан сөйлесем, осы міне сырт шет елге барып келген Бек Сұлтан деген Кенжкалиев Славянский базардан 2-ші орын алып келді. Сол бауырымыз семейлік жігіт. Сонымен сөйлесем, ақылдасамыз екен. Соны айтамын, осы десем, маған айтады, шет елге шығу керек брат дейді. Сонда ғана көресің дейді. Шынайы екен бәрін. Рас өнерің болса, талантың болса, онда сені көтереді дейді. Жалпы енді қазір жастардың тіліне айтқанда кумиріңіз бар ма осы өнер жолында сіздің? Шын айтсам, менде кумир жоқ. Мен бар ғой, біреудің әні бар, өліп талпын да көрмеппін. Вообще ондай жоқ менде кумир деген. Енді бала кезімізде тыңдадық, Мұзарт тобын, одан кейін Тоқтар Серіков, сол ағаларымыздың әндерін айтатынбыз, мектеп оқып жүрген, колледж оқып жүрген кезімізде. Сондай кумирім жоқ менің. Ал енді байқағаным, сіз Зымыран әнін орындадыңыз, Мирас Жүгінісовтың, ол кісіні тыңдайсыз ба? Жоқ, ол әнді, видишь, бізге қазақ хит әндер дегенде біз именно самый хитовый әндерден таңдап берді бізге. Мен, например, список жібердім олар сол әндердің ішінен. Енді Мирастың әндерін мен бұрын вообще бұл әнді білмейтін. Соны айтатын кезден естисің ғой, надан Зымыран тыңда көрейін деп, одан кейін кавер шоу бар ғой, Мейрамбек Беспаевтың кавер шоуын. Содан көріп қалдым, мана Зарина Омарова әпкеміз стилі рока айтты. Маған сол кезде ұнап қалды бұл. Жалпы қай стильге жақынсыз? Менде ондай жоқ. Любой стильді айта беремін. Любой стиль. Енді оны X Factor'да көрсеттім деп ойлаймын енді. Біз Тайгерді да айттық, қазақша да, операмен де айттым, например, дәл туған күні Ермек Серкебаевтың «Надо мной небо синее» әнін айтқан болатын. Менде ондай жоқ, мен бәр жанрда айта беремін. X Factor'дан кейінгі сіздің жалпы өміріңіздің бетбұрысы қандай болды? Енді X Factor жобасынан кейін менің өмірім, көзқарасым өзгерді. Не то что өмірім. Себебі мен өзіме, жүрегіме жақын нәрсені түсіндім. Что менің өнерге деген махаббатым ерекше екен. Что мен өлең айтқым келеді. Мен өлең айтып жүрсем, менің көңіл күйімде жақсы болып жүреді үнемі. Сондай көзқарасымды қатты өзгертті. Мен енді қазір осы өнерімді тастамаймын. Осы өнерімді ары қарай жалғастырамын деген мақсаттамын. Бұл өмірімді өзгертті, например. Бұрын енді қалада енді бүкіл әншілер бәрі таниды, жай Мерхатсың. Қазір ойбай, Мерхат келе жатыр деп бәрі уже күтіп отырады, достарымыздың өзі, семейлік әншілеріміздің өзі. Көшеде танып атады, осылай. Сәлеметсіз, біз сізге дауыс бергенбіз деп. Көбіне енді жас балалар мен үлкен кісілер
мына орта буындағы өзіммен қатарластар, олар телевизор көрмейді ғой. Олар сотка, мотка, там туда-сюда, тикток. Ал үлкен кісілер өйстіп танып, бетімен сүйіп, батасын беріп, сен жеңімпазсың деп маған сөйтіп кәдімгідей неметіп жатады да. Сондай вот танымалдылық болды уже. Жалпы тиктоктан да байқадық, қаншамын просмотр жинадың, сондай несін салып жүреді ғой. Определенный отрывок сіздің нелеріңізден алдыңғы жылдары негізі. Тиктокты былай қарасақ атыңызбен. Жалпы сіздің тикток аккаунтыңыз бар ма? Бар, мен енді оны кейіннен аштым, оны үйті біздің әріптес достарымыз бәрі айтады да, қазір номер 1 жүйелеу ішіндегі инстаграмдан қарағанда тикток деп, бәрі тиктокта отырады. Соны тиктогыңды развивать ет деп маған, мен оны недавно ғана аштым тиктогымды, әлі просмотрлар менде енді жинау керек енді. Өзі жиналады ғой, өз сәтімен қазір. Бір қайып шықса болды ғой, өзі бұл немесімен кетеді ғой. Жалпы сіздің енді тағы қандай бір ән жазу саласында қандай әндеріңіз жазылып жатыр ма қазіргі таңда? Бұйыртса 2 ән жазылып жатыр. Алла қаласа, тойский әндер ғой, былайша айтқанда қазір. Тойский 1-2 әнім шығады, енді аттарын айтпаймын пока. Шықсын, содан кейін Алла қаласа көресіздер. Реклама, достар, реклама. Тыңдап қойыңдар. Жалпы сіз танымал бола бастағаннан кейін кері әсері болды ма сізге деген? Енді кері әсері халықтың аузында жүресің. Бұрынғыдай жай киініп, көшеде жүре алмайсың. Например, уже всегда должен быть аккуратен. Өйткені қарайды, ойбай, әншінің түрі осы ма деген секілді. Сондай бір немелі нюанстар бар. Кафеде де отырсаң да, достармен отырсаң да, бәрі танитын адамдар болса, уже сені аңдып отырады да, қарап, не істейді екен деген секілді. Сондай ғана бір минустар бар да, былай қатты, я так сильно ондай не обращаю внимания на это, былайша айтқанда. Жалпы сіздің қандай хоббиларыңыз бар? Мысалы, балық аулау ма? Сондай бар ма сізде? Енді менің хоббиім, енді менің әкем өмір бақи жүргізуші болып қызмет еткен. Енді біз техникаға қаттымыз. Техника, машинаны қарау жағынан сондай біздің хоббиіміз сол, машинамен алсамыз бәріміз өзімізге ұнайды. Одан кейін әскери қызметтің бір плюсы, бұрын ренжитінбіз, таң атпай, таңғы 6-та тұрғызып жүгіртетін бізді 3 километр күнде. Соң ойлайтын, неме осы бізді спартакиадаға дайындап жатыр ма деп. Қазір жұмыста жоқпын ғой, жүгірмесем уже денем ауырады. Уже бір жүгірудің өзі бір привычкаға айланады екен. Спорт, стиль жизни. Сол керек болып тұрады да, бір анда-санда бір жүгіріп отырмасам, уже бірдеңке жетіспей тұратын секілді болып тұрады екен. Сондай жүгіру хоббиі пайда болды. Сонда қазір әскери неде істеп жүрген жоқсыз ба? Қазір отпуск без содержаниядамын. Сонда отпускаға шыққам. Себебі өнер жолмен айналысу керек болып тұр. Ал әскери қызметте сен бостан-бос былай шығып кете алмайсың. Сені былай даже за город шыға алмайсың, сен не имеешь права. Шығып кетсең, сен своего командирыңнан бастап бәрін подводить етесің ертең. Құдай сақтасын, например, жол жүріп барады бірдеңке болса, ертең бәрін көп әңгімеді ол. Ертең мен үшін қаншама адам страдайт етеді. Сондықтан да осылай бастығымыз рұқсатын беріп, отпуск без содержаниемді алып, қазір өзім өнер жолмен айналысып жүрмін анда-мында. Енді ол кісілерді көріп отыр ғой. Келгенде айтты маған, сен примерно істемейсің ғой уже деп, желаниең жоқ шығар. Желаниең жоқ қой деген секілді айтқан болатын енді. Сөйтіп қазір енді өнер жолын қуалап жүрміз ақырындап. Жалпы сіздің енді поддержка беретін адамдарға рахмет айтсаңыз болады. Сәлем айтсаңыз біреуге. Енді болса рахметімді енді осы жобадан бастап айтып келе жатырмын. Оны айтудан шаршамаймын. Осы маған қолдап, маған көп дауыс беріп, көмектескендеріңізге үлкен мың алғыс. Осының барлығы осы ағайын туыс, дос жаран маған қолдау көрсеткен сіздердің арқаларыңыз, сіздердің барлықтарыңызға рахметімді айтуға шаршамаймын. Сіздерге үлкен рахмет. Сіздермен бірге сол подкаст және де біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет.